Бала бойына ислам құндылықтарын, шариғат заңдарын, адамгершілік негіздерін сіңіру маңызды. Және бұл қазіргідей құбылма уақытта өте қиын. Баланы қоғамның жағымсыз ықпалынан қорғап, барынша дұрыс жолға бағыттау қажет. Төменде баланы неғұрлым мейірімді, қайырымды етіп тәрбиелеу жолдарын ұсынамыз. Балаңызға есін білгеннен бастап Аллаға құлшылық қылудың маңызын түсіндіре бастаңыз. Себебі әр ата-ананың баласына ең бірінші үйретуі тиіс дүние осы болмақ. Балаларға мейірімді болыңыз. Мейірім мейірімділікке жол ашады. Егер сіз өз балаңызға мейірімділік танытсаңыз, балада өзгелерге мейірімді болады. Балаларыңызға мұсылмандар тарихынан шыққан тұлғалар туралы айтыңыз. Шетелдік, заманауи ертегі кейіпкерлерінің орнына Алла елшісінің, оның сахабаларының өмір жолын таныстырыңыз. Ғибратты әңгімелер арқылы жақсы мен жаманды түсіндіріңіз. Балалардың үлкендердің жанында отыруына рұқсат етіңіз. Әсіресе үлкендердің уағызын, салиқалы әңгімелерін баланың тыңдағаны абзал. Балаға көп көңіл бөліңіз. Сіздің балаңыз үшін жасайтын үлкен ісіңіз оларға барынша көңіл бөлу. Осылайша бар мен жоқты, жақсы мен жаманды, ақ пен қараны, күнделікті тірлікте бірге уақыт өткізген кездерде үйретесіз. Оларды бөгде адамдардың қоршауында қалдырмаңыз. Балаларыңызды мақтаңыз. Ата-ананың мақтауы оларды жақсы істерге жетелейді. Бірақ мақтаудың да өлшемі бар екенін ұмытпаңыз. Сол сияқты әр ісінің дұрыс бұрысын түсіндіріп отырыңыз. Ең бастысы, балаларыңыз үшін әрдайым дұға қылыңыз. Сіздің балаларыңыз үшін жасайтын дұғаңыз олармен ең үлкен қорған. Сондай-ақ, олар сіздің қандай намаз оқитыныңызды, қалай зікір еткеніңізді көріп өссін. Сонда олардан тақуа адам өсіру оңайырақ болады. Намаздың құндылығы жөнінде жиі айтыңыз. Жасынан намазхан ата-анасын көріп, олардың мейірімін сезіп, адамгершілігін, қайырымдылығын танып өскен бала саналы түрде тәрбие алады. Қай істегі сияқты бала тәрбиесінде де ештеңе өздігінен жүзеге аспайды. Жалпы сындарлы азамат пен азаматша болып өсу үшін сәбиге соншалықты қамқорлық қажет. Әшейін қамқорлық емес, баланың әр қылығына мән беретін байқампаздық, қырағы мол қамқорлық қажет. Тәрбиешілер, ересектер, ата-аналар, жалпы көпшілігіміз мән беріп, көзге іле бермейтін төмендегідей өмір көріністерін алдыға тартады. Бала өзімшіл, даңғой, суайт болуының себебі оның алдын алу жолдары. Бөбек күнінен бастап жоқ қымбат киім кигізуге, қымбат ойыншық алып беруге ұмтылмаңыз. Бала, маған да алып беріңдер деп келгенде, қолында жүрген ойыншықты өтірік жамандамау керек. Яғни, ересектер баланы алдауына болмайды. Бала, сіздің өтірік жамандап тұрғаныңызды біліп, сәби санасында өзіне ұнамайтын нәрсені жамандауға болады екен деген ұғым қалыптасады. Одан да шындықты айтып, ойыншық алуға ақшамыз жетпейді деген дұрысырақ болар. Кейде әр сөзге тіптен әр іске мұқият болу қажет. Өйткені мұның өзі біз мәпелеп өсіріп отырған балаларымыз үшін тәрбиелік үлгі өнеге болады. Сіз балаңызға бойында жақсы қасиеттерін молайту үшін қолдан келгенінше аянбайтыныңыз анық. Мына бір өмірдегі жағдаятты мысалға алайық. Үйіңізде телефон шырылдады, немесе үйге сіз қаламайтын бөтен адам есігіңізді қақты. Ал сіз үйдегі бір адам арқылы мені жоқ деп айта сал десеңіз, оны көріп, тыңдап отырған, сіз өтірік айтуға үйретпесеңіз де көргенін орындайтын еш кінәсі жоқ бала үшін бұл әрекетіңіз тәрбие барысында кері әсерін тигізбей қоймасы анық. Көптеген ата-ана баланы қатаң тәртіп, қытымыр мінезбен ойдағыдай өсіруге болады деп ойлайды. Бала ойнап жүріп құлап қалса да, өзге бала жылатып кетсе де, тіл табыса аламаған, келісе алмаған өзің кінәлісің, ересек өз мазасын алмайтындай, шағымданбайтындай етіп айтады.
бұл дербестікке тәрбиелеу дұрыс. Алайда үнемі осылай жанашырлық танытпау жақсылық емес. Өйткені өзі зәбір көргенде ешкім аяушылық жасауды көрмегесін тас бауырдың өзі болып шыға келеді. Ал мейірімді, қайырымды бала өсіру үшін балаға үлгіні өзіңіз көрсетіңіз. Және теледидарды көп көрсетпеу қажет. Өйткені ондағы әрбір көрсетілім 3-4 секундтан көрсететіндіктен жылпылдақ бала ойына ешқандай сақтай алмай қалады. Және сөйлеуді де тежейді. Тағы да ұмыт қалдырған мысалдар бар шығар. Дегенмен осы мысалдардан ой түйіні баланы жақсы қасиеттерге тәрбиелеу үшін ата-аналар, жалпы ересектер әр тұсты, әр іс-әрекетті мән беретін аса байқампаздық, қырағылықты талап ететіндігін көреміз. Баласының қолынан бәрі келетінін көрген ата-анадан бақытты ешкім жоқ шығар. Егер балаңыз жақсы жетістікке жетсе, демек өміріңіздің босқа өтпегендігі. Ал ол үшін сіз балаңызды кішкентай кезінен бастап-ақ одан не қалайтыныңызды, оны жетістіктері үшін мақтан тұтатыныңызды айтып отырыңыз. Мұны көрсетудің ең қарапайым жолы үнемі мектепте өтетін шараларға бару. Өкінішке орай, ата-аналардың жұмысбастылығының салдарынан мектеппен байланысы болмай, баласының тәрбиесінен, оқу үлгерімінен сырт қалып жатады. Ата-аналарының залда өзіне күлімдеп, қол соғып, қолпаштап отырғанын көрген баланың өзіне деген сенімі жоғары болады. Сіз тіптен мұны байқамауыңыз да мүмкін. Маңызды жұмыстарыңыздың арасынан уақыт тауып келіп, оған көңіл аударғаныңыз оны қуантады. Олар өзінің біреуге керек екендігін сезінеді. Бала өзінің жетістіктерін ата-анасының бақылап отырғандығына сенімді болуы керек. Бұл олар үшін өте маңызды. Сонда ол үмітіңізді ақтауға тырысады. Және айналасындағылармен оңай тіл табыса алатын бала өсіру қажет. Құрбыларының арасында балаңыздың беделі жоғары екендігіне көзіңіз жетуі керек. Бала тәрбиесінде ата-ананың рөлі өте жоғары. Сондықтан да анасы құрсақ көтергеннен бастап өзін тура жолға салып, кітап оқып, керемет дүниелермен айналысса, болар баланың болашағы үлкен болатын еді. Сондықтан да құрметті көрермендер, балаларыңызды дұрыстап тәрбиелеп, оларға деген сеніміңіз мол болсын. Видеоға лайк басып, тіркеліп, өз ойларыңызды білдіріңіздер.